Қайырлы күн, достар. Бүгін біз дәл осындай өте ерекше дәмі тіл үйретін орыс халқының борщ тағамын дайындаймыз. Ол үшін бізге керекті заттар жылқы немесе сиыр еті, картоп, қызылша, сәбіз, пияз бен орамжапырақ қажет болады. Алдымен суымызды газге қойып, одан соң етімізді жақсылап жуып, қайнағанша қатты отта қайнатамыз. Етіміз қайнағанша құрамына қосатын заттарымызды жіңішкелеп көбіктеп турап аламыз. Орамжапырақты турап болғаннан кейін осылай қолмен бір-бірінен ажыратып аламыз. Мінеке біздің қоспаларымыз дайын болды. Айтпақшы, мен мана құрамдарын көрсеткен кезде томатты көрсетуге ұмытып кетіппін. Томатты да қосамыз. Мінеке біздің етіміз қайнады, көпіршіктері шығып, енді осы көпіршіктерін алып, астын жай отта қайнатып пісіріп аламыз. Менде жас малдың еті болғандықтан 1 сағат шамасында пісті. Енді біз көкөністерімізді пісіретін боламыз. Ол үшін табамызға сұйық майымызды құйып, пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін сәбіз бен картопымызды бірге қосып қуырып аламыз. Содан соң қызылшамызды саламыз. Енді үстіне томат пастасын салып, және де тұз, бұрыш, кез келген приправаларды салып, жақсылап 1-2 минуттай қуырып аламыз. Шамалы қуырылғаннан кейін сорпаның суын құямыз. Осылай кішкене батып тұру керек. Жай отта шамамен 2-3 минуттай бұқтырып қоямыз. Піскен етімізді осылай сорпадан бөлек алып, қуырылған көкөністерімізді сорпаның үстіне салып, одан соң орамжапырағымызды саламыз. Енді біз піскен еттерімізді осылай үлкен кубиктарға турап алып, сорпамыздың үстіне кері салып жібереміз. Үстіне етімізді салып болғаннан соң 10 минуттай пісіріп аламыз. Мен үстіне осылай ракушка макаронын салдым. Сіздер ештеңе салмай қойсаңыздар да болады. Мінеке біздің сорпамыз дайын. Дәмі өте дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес етемін. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.